Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 2-ші сыныптың әдебиеттік оқу сабағы 55-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші тапсырмадан 5-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар. Байлық тақырыбы Д әрпінен басталып, Қ әрпімен аяқталатын нағыз байлықтың атын тауып оқы. Неліктен нағыз байлық дейміз? Ойыңды дәлелдеп айтып бер. Бұл жерде Д әрпінен басталған денсаулық деген сөз шықты. Ендеше денсаулық біздің нағыз байлығымыз. Денсаулық зор байлық дейміз. Себебі дені сау болу ең маңызды нәрсе. Еш жерің ауырмай, өзіңнің жұмысыңды, ойлаған арманыңды, мақсатыңа жете алатын боласың. Ал егер бір жерің ауыратын болса, ол өте қиын жағдай болар еді. 1-ші тапсырмада байлық әңгімесінің мәтінін түсіну, рөлге бөліп оқыңдар дейді. Балалар, сіздер байлық әңгімесін рөлге бөліп оқып көріңіздер. Мәтінді тыңдайық. Міржақып Дулатұлының әңгімесі. Бір жарлы жігіт жас күнінде оқыған ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнде кедей болғандығын шақты. Онымен бірге оқыған серіктердің көбі бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екеніне сөйледі. Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің, деді ұстазы. Сенің денің сау, қол аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың, және шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрады. Сен мына қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат етер ме едің? Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестірмеймін, деді жігіт. Қаншаға берер едің? Жарық дүниені көретін көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды, деді ұстазы. Мен бұларды дүниенің малына да айырбастамас едім, деді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: қалайша енді осылайша байлыққа ие бола тұрып, жарлымын дейсің, деді. Енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Жас жігіттің өз өміріне неліктен көңілі толмады? Себебі өзімен бірге оқыған құрдастары бай болып кеткен, кейбіреулер тіпті қадірлі кісі болып кеткен екен. Соны көре алмай, ол өзінің қазіргі жағдайы кедей екендігін, көңілі толмағандығын айтты. Ұстаздың жауабы қандай болды? Ұстаздың жауабы, яғни сен осындай денің сау, қол аяғың аман бола тұрып, қалай жарлымын дейсің, деп оған жауап берді. Ұстаз жігіттің кедей емес екенін көзін қалай жеткізді? Ұстаз жігіттің кедей емес екендігіне көзін жеткізу үшін сен мына бір қолыңды кесіп 1000 сомға бересің бе, деп дәлелдеді. Сол кезде жоқ, қолымды бермеймін, 1000 сом емес, 10.000 сомға да бере алмаймын, деп жігіт қарсыласты. Яғни осылай сұрақтар қоя отырып, ұстаз жігіттің кедей емес екеніне көзін жеткізді. Берілген сөйлемдердің мәтін кейіпкерлерімен дұрыс сәйкестендіріп айт дейді. Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің? Бұл бізде ұстаздың сөзі. Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестірмеймін. Бұл кімнің сөзі еді? Әрине, бұл шәкірттің сөзі. Сенің денің сау, қол аяғың аман, жұмысқа жарарлықсың. Бұл кімнің сөзі? Бұл ұстаздың сөзі. Мен бұларды дүниенің малына да айырбастамас едім. Бұл шәкірттің сөзі еді. Ендеше түсіндірме сөздікке қарайық. Жарлы бұл жерде кедей, жоқ жітік, жарлы жақыбай, тұрмысы нашар адам. Шақты деген бұл жерде айтты деген мағынада қолданылып тұр. Жоқшылық, кедейшілік, жарлылық деген мағынаны білдіреді екен. Енді осы тақырып бойынша келесі тапсырмаларға көшейік. 2-ші тапсырмада мәтін бойынша дұрыс және бұрыс ақпаратты анықта дейді. Ақпараттар: шәкірт қолын 10.000 сомға кестіруге келісті. Бұл ақпарат бұрыс. Шәкірт көзін, құлағын, аяғын дүниенің малына айырбастамайтынын айтты. Әрине дұрыс бұл жауап.
Ұстазға шәкірт байлығымен мақтанды. Бұл керісінше бұрыс, қате жауап. Ұстаз шәкіртінің жарлы емес екеніне көзін жеткізді. Әрине, ұстаз шәкіртінің жарлы емес екендігін көзін жеткізіп берді. Келесі тапсырмада бізде бүгінгі оқып отырған авторымыз Міржақып Дулатұлы туралы жазылған екен. Ақпаратпен танысып, сұрақтарға жауап бердік. Міржақып Дулатұлы 1885-1935 жылдар өмір сүрген, Торғай өңірінде дүниеге келген қазақтың көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, балаларға арнап шағын әңгімелер жазған. Бақытсыз жамал атты қазақтың тұңғыш романының авторы Міржақып Дулатұлының 6 том шығармалар жинағы бар. Міржақып Дулатұлы туралы бұрын естідің бе? Міржақып Дулатұлы туралы біздер бұрыннан естідік. Оның шығармаларымен таныспыз. Міржақып Дулатұлы жазған қазақтың тұңғыш романы қалай аталады? Міржақып Дулатұлының жазған тұңғыш романы Бақытсыз жамал деп аталады. Келесі тапсырмаға көшейік. 4-ші тапсырма. Қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып жарлымын дейсің деген сөйлемді өз сөзімен түсіндіріп баяндап беріңдер. Бұл жерде ауызша айтатын болсақ, осындай жаңа дені сау, аяқ қолы 12 мүшесі сау бола тұрып, адам өзін жарлымын деп айтуға болмайды екен. Біздің басты байлығымыз денсаулығымыз. Деніміздің сау болғаны ең бірінші байлығымыз. Сондықтан әр уақытта денсаулықты күту керек, денсаулығымызды нығайту керекпіз. Көптеген біздер сабақтарымызда осы денсаулыққа байланысты айтып жатырмыз. Сол айтылған нәрселерді есімізде сақтап, денсаулығымызды күтуіміз керек. Бұл жігіт сияқты өмірімізге шағым айтпауымыз керек, керісінше әрекет жасап, көп нәрсеге мақсаттарымызды алға қойып, оны орындалуына өзіміз себепші болуымыз керек екен. Келесі тапсырма. Керекті сөздермен толықтырып дәптерге жаз. Денсаулық зор байлық. Тәні саудың жаны сау. Аурудың алдын ал деген жаңағы мақалдар шығады екен. Құрметті оқырмандар, сіздерге каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті әрі нақты болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.